Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз анаммен осындай керемет помидоры собственную соку жаптық. Қызанақ өзінің соғында өте керемет болып шығады. Ешқандай да уксусты, ешқандай да дәріні қажет етпейді. Аспирин ештеңе салмайсыздар. Тіпті тұзда ештеңе қосылмай жабылады. Дәмі деген керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамды қайда, неге қолданатын видео барысында айтатын боламын. Ең алдымен осылай қызанақтарымызды жуып тазалап дайындап аламыз. Жуып тазалап алған помидорларымыздың бетінен осылай шамалана пышақпен надрез жасаймыз, яғни тілік жасаймыз. Кішкене ғана осылай кесіп қоямыз. Барлық помидорларымызды осылай кесіп алғаннан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 30 секундтай осы суда ұстаймыз. Кейіннен суымызды төгіп, үстіне салқын су, мұздай су құйсаңыздар болады. Мұздай су құю міндетті емес, біз бірден ала бердік. Ең бастысы қабығы жақсы алынып тұрса болғаны. Осылай ыстық су құятын, ыстық суға құйып салып алсаңыздар, өте жақсы қабығы алынатын болады. Қабығын алып, осылай 4-ге немесе 2-ге бөліп помидорларыңызды дайындап аласыздар. Арасында осылай банкілерімізді жуып, су буында ұстап дайындай береміз. Және де осылай қызанақтарымызды барлығын аршып дайындап аламыз. Осылай сырты өте жеңіл алынады. Бұл қызанақтардың бір жақсы жері бөлме температурасында тұра береді. Ешқандай да ішіне уксус, дәрі қоспасаңыздар да бөлме температурасында тұра береді. Және кез келген тамаққа қосымша қызанақтың орнына қыстың күні қосып қолдана берсеңіздер болады. Жұмыртқаға қоссаңыз да, сорпаға қоссаңыз да, жай ғана томатты сок ретінде блендермен езіп ішсеңіз де, ішіне тұзын, қара бұрышын, дәмдеуіштеріңіз қосып блендермен езіп ішсеңіз өте керемет дәмді болады. Ең бастысы өте жеңіл әрі өте оңай дайындалады. Және ешқандай қоспасыз өте керемет болып шығады. Осы арада енді біз банкілерімізді су буында ұстап стерильдеп алдық. Және де қақпақтарын ыстық қайнап тұрған суға салып стерилизовать етіп алдық. Қабығын ашып дайындап кесіп қойған қызанақтарымызды газ отына қойып, орташа отқа қойсаңыздар болады. Асты қатты, тым қатты да қоймаңыздар, тым жай да қоймаңыздар. Орташа отта осылай жақсылап бір келкі болып қайнап шығу қажет. Осылай толығымен бір келкі қайнап шыққаннан кейін шамамен 5 минуттай қайнатамыз. Сол арада осындай шамал көбіктері шығатын болады. Сол көбіктерін алып тастап отырамыз. Дайын болған томатымызды банкілерімізге құйып, бетін алдын ала дайындап қойған стерилденген қақпақтарымызбен жауып, бір түнге төңкеріп, бетін одеялмен немесе сүлгімен, жылы затпен төңкеріп жауып қоямыз. Бір күннен кейін алып, кәдімгі бөлме температурасында сақтай берсеңіздер болады. Ешқандай жылы жерде де, салқын жерде де білініп кетпейді. Өзін өте жақсы сақтайды. Ешқандай да қосымша уксус, аспирин деген заттарды қосуды қажет етпейді. Анам екеуміздің ең сүйікті қызанақты қыс мезгіліне сақтаудың әдістерінің бірімен бөлістім. Видеода болған менің анам. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа қызықты рецептерді жіберіп алмас үшін каналымды қолдап, және де тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар мен осы видеоның соңына көкөністі қыс мезгіліне қатырудың тағы бір әдісімен бөлісіп өткен болатынмын. Сол видеоны да қалдырамын. Өтіп көрсеңіздер болады. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.